Құрметті төраға, құрметті әріптестер. Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Роман Скляр мырзаға жолданады. Депутаттық сауалым отандық бизнестің проблемалары, оның ішінде мал шаруашылығы өнімдерін экспорттау, салқындатылған сиыр еті мен қосалқы ет өнімдері бойынша сату нарықтарын ашу қажеттілігі жайында. Кез келген мемлекеттік қолдау шараларына қарағанда бизнестің дамуын тұрақты нарық көтереді. Өндіруші үшін тұрақты әрі тиімді өткізу нарығының болуы өте маңызды. Географиялық жақындығы мен өнімді қолай бағамен жеткізу жағынан отандық ет үшін бірден-бірі тиімді нарық ол Қытай Халық Республикасы. Қазақстанда 186 миллион жайылым мен 28 мың фермерлік шаруашылықтар бар. Олар экспорт көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Етті мал шаруашылығы дамуын алға бастыру үшін салқындатылған сиыр еті мен өнімдері үшін Қытай нарығын ашуымыз қажет. Өйткені салқындатылған сиыр еті мұздатылған етке қарағанда 90%-ға қымбат. Бұл Қазақстанның етті мал шаруашылығының қарқынды дамуына серпін беретін ауқымды нарық. Бұдан бөлек ірі қара малды сою кезінде етпен бірге әртүрлі бағалық санаттағы қосалқы өнімдер өндіріледі. Ол малдың ішек қарны, қаны, терісі және басқа да өнімдері. Осы өнімдерге біздің ішке нарықта сұраныс жоқ. Соның нәтижесінде ет өңдеу тиімсіз салаға айналып барады. Бұл салада игерілмеген қаражаттың жылдық көлемі шамамен 600 миллиард теңге. Ал Қытайда бұл қосалқы өнімдер сұранысқа ие. Тіпті ол ет сатудан түсетін түсіммен бірдей. Сараптамаларға сүйенсек, экспорттық баға 500 мыңға жуық қазақстандықты бизнеске тартуға және жұмыс орындарын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Мемлекетке 700 миллиард теңгеден астам қосымша табыс пен 1,3 триллион теңге инвестициялар көлемін әкеледі. Онымен қоса бұл ет өңдеу кәсіпорындары, бордақылау алаңдары және фермерлік шаруашылықтарды салу және қуатын арттыруға серпін тигізеді. Халықтың 40%-дан астамы ауылдық жерде тұрады. Бұл ауыл тұрғындарының табысын арттыруға, қаланың инфрақұрылымына қысымды төмендетуге мүмкіндік береді. Қытай күрделі әрі бәсекелі нарық. Бұл тұста айта кететін көршілес ресейлік шенеуніктер 2020 жылы қаңтарда мұздатылған сиыр етінің нарығын ашса, тура жарты жылдан кейін салқындатылған еттің нарығын ашты. Қазір сүт өнімдер нарығын ашу мәселелерін кездесуде. Осы елмен нарықты ашудағы табанды еңбегінің нәтижесінде олар сиыр етінің экспортты алғашқы 6 айда 3 есе өскен. Қазақстанда жауапты мемлекеттік органдар осы бағытта ешқандай жұмыс жүргізбейді. Дегенмен келіссөз процестерін тездетіп, ветеринарлық санитарлық талаптарды келісіп, кәсіпорындарды Қытайға экспорттау үшін аккредиттеуден өткізу қажет. Бұл мәселе бүкіл ел бойынша ондаған мың кәсіпкер үшін маңызды. Бірақ жұмыс баяу саранда жүріп жатыр. Осыған байланысты өкіметке келесі сұрақты қойғымыз келеді. Экспорт жолдарын ашуға неге тиісті көңіл бөлінбейді? Неліктен үкімет деңгейінде Қазақстанның ет саласы үшін сату нарықтарын ашу бойынша кешенді міндеттер қойылмайды? Онымен қоса, салқындатылған сиыр еті мен қосалқы өнімдер нарығын ашу мәселесі бойынша депутаттар, құзырлы министрлік, мүдделі ұлттық компаниялар, салалық қауымдастықтарды тарта отырып, дөңгелек үстел өткізуді сұраймыз. Құрметпен Ақ Жол фракциясының депутаттары.